Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге ауыз ашардың 10-шы мәзірін ұсынамын. Бізде ыстық тамақта борщ, яғни сорпасы өте дәмді болып шығады. Содан кейін жаздық салат, тәттімізге асқабақтан жасалған жұп-жұмсақ тәп-тәтті пирогымыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Рецепттері өте оп-оңай жасалынады. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен сорпамызды дайындайық. Сұйық майымызды кішкене ғана құйып, етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін сәбізімізді теркадан өткізіп салдым мен. Өз еріктеріңіз кубиктап, ұзынша ет турасаңыздар да болады. Мен сәбізді, қызылшаны теркадан өткіздім. Негізі борщты осы сәбіз, пияз, қызылшаны бөлек ыдыста қуырып алып, сорпасына құйып жатады. Мен бірге қуырып, бірден бастап кеттім. Өз еріктеріңіз қалай жасасаңыздар да. Яғни сәбізімізді, қызылшамызды теркадан өткізіп салып, үстіне бір қасық томатымызды салып, жақсылап қуырып барып, үстіне суымызды құйдық. Қайнаған соң капустамызды, картопымызды салдық және дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды, лав жапырағын салып қайнатамыз. Сорпамыз пісем дегенше пирог жасап тастайық. Міне асқабақты қабықтарын ашып алдым. Енді бұны да теркадан өткізіп аламын. Жұмыртқамызды салып, ыдысымызға құмшекерімізді саламын өлшеп. Барлық ингредиенттің өлшемдерін описаниеде жазып қоятын боламын. Кішігірім шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, асқабағымызды, жаңағы теркадан өткен асқабағымызды салып, араластыратын боламыз. Өлшеп алған ұнымыздың үстіне бір қасық, бір жарым қасықтай қопсытқышымызды салып, өзара араластырып барып, массамызға біртіндеп салатын боламыз. Мінекей сұйық массамыз дайын. Диаметрі 24 сантиметрлі формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Әркім пеші әртүрлі, таяқшамен тексеріп алыңыздар. Енді жеңіл жаздық салатымызды дайындайық. Қиярымызды ұзынша етіп тураймыз. Салат жапырағында екіге бөлдім. Ұзынша етіп турап шықтым. Ірі болған жақсы. Помидорымызды да ірі етіп, ұзынша етіп турап шығамыз. Кішкене тұзымыздан салып, бір қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын, оңай жасалады, әрі жеңіл салат. Сорпамыз да дайын. Иісін қараңыздар, иісі деген керемет, дәмі де керемет. Жасап көріңіздер. Борщ деген тұрған сайын дәм беретін тамақ қой. Сондықтан оны алдын ала пісіріп қойып, ертесіне ішсеңіздер де керемет болып шығады. Мұнда пирогымыз толықтай суыды. Пирогымыз піскеннен кейін 1 сағат кемі, 2 сағаттай бөлме температурасында суытыңыздар. Сонда өзінің қалпын ұстап, әдемі болып суытын болады. Қараңыздар, пирог қандай керемет, жұп-жұмсақ. Дәмі деген ауызда ериді ғой прям. Асқабақты егер балаларыңыз ұнатпайтын болса, осылай пирог қып жасап берсеңіздер, тез желініп кетеді. Әрі дәмді, әрі витамин. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да бөлек керемет пирогтардың рецепттері бар. Оңай жасалатын, қаймақпен де, қаймақсыз да, айран, сүтпен қарап көріңіздер каналымда. Мінекей осымен ауыз ашарымыздың 10-шы мәзірі дайын. Ыстық тағамымызға борщ сорпасы, жаздық салатымыз және де асқабақтан жасалған пирогымыз. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыз. Ауыз ашарға арналған 30 түрлі пирог, 30 түрлі тағам, 30 түрлі салаттың рецебі салынып жатыр. Қарап көріңіздер. Рахмет, сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.